Сәлем достар, баршамызға Рамазан айы құтты болсын. Алла тағала баршамызға биылғы Рамазан айы оразасын абыроймен, кемшіліксіз орындап шығуымызға күш қуат берсін деймін. Олай болса, мен бүгін сіздермен кешкі ауызашарға дайындаған дастарханыммен бөліскім келеді. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сыр қосылған котлет гречка мен духовкада жасадым. Ол үшін алдымен фаршыма пиязымды майдалап турап салатын боламын. Енді тұзымды, бұрышымды саламын және жұмыртқамды салып жақсылап араластыратын боламын. Ал сырымды осылай кубиктеп турап аламын. Енді духовкаға арналған ыдысыма май құйып, түбіне осылай жағып шығамын да, гречкамды алдын ала жуылған гречкамды осылай саламын. Енді фаршымды осылай алып, видеодағыдай ішіне сырымды салып, шарик жасаймын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, және май аз болғаннан кейін, духовкада піскеннен кейін майсыз асқазанға, яғни ауыр тимейді. Енді қайнаған суыма осылай томатымды салып, жақсылап араластырамын да, қалауыңыз бойынша дәміне қарай тұз салып, тағы да араластырып, гречкамыздың үстінен осылай құйып шығамыз. Енді бетін фольгамен жауып, духовкада 40 минут пісіріп аламыз. Тамағым піскенше салат жасауға кірісемін. Ол үшін қызылша мен алманы осылай түркіден өткізіп аламыз. Үстіне тұзымызды салып, араластыратын боламыз. Грецкий орехымызды, яғни жер жаңғағымызды майдалап турап салатын боламыз. Зәйтүн майын құйып, мен араластырдым. Салатымыз дайын болды. Өте керемет және дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Міне ауызашарға дайындаған кешкі асым да дайын болды. Өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Бүгінгі ауызашарға дайындаған дастарханым осындай болды. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Бұл жерде пицца, салат жасадым. Пиццаның видео рецепті каналымда бар, сілтеме қалдыратын боламын. Және тағы айта кететін жайт, шайға осындай кептірілген көкөністерді жесеңіздер өте пайдалы. Сонымен қатар құрманы пайдасы зор екенін барлығымыз да білеміз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, сау болыңыздар.